Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгін Алла қаласа сіздермен бірге ең жақсы амалды үйренетін боламыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бірде жаратушының алдындағы ең жақсы амалдың не екенін сендерге айтайын ба? Ол амал сендерді өлтіреді, немесе сендер оны өлтіресіңдер. Ол амал сендердің дәрежелеріңді өсіретін дұшпандарың алтын мен күміс тарқатқаннан да артық дәрежелеріңді өсіреді дейді. Сонда сахабалары: "О, Алланың елшісі, ол қандай амал?" деп сұрады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алланы еске алу деп жауап берді. Алланы еске алу мұсылманның әрбір іс-әрекетінде болуы қажет. Ол қайда, не істеп жүрсе де Алланы есінен шығармауы тиіс. Бұл біздің дініміздің шегерілмес бір бөлшегі. Алла Бақара сүресінде: "Енді мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын, және маған шүкіршілік етіңдер де қарсы болмаңдар" деп ашық баян етеді. Алла Тағала осы аятта өзі жаратқан әрі өмір мен ризық берген пенделеріне мені еске алыңдар деп әмір қылуда. Сонда Алла әлсіз пенделерінің зікір етуіне мұқтаж ба? Жоқ, әсте олай емес. Алла Тағала ешкімге де, еш нәрсеге де мұқтаж емес. Әрі бүкіл мұқтаждықтан пәк, керісінше барлық мұқтаждық пенделерге тән. Бұл аяттағы әмір пенделердің жақсылыққа жетулері үшін олар Алланы еске алу арқылы өздерін Алла Тағаланың еске алуындағы мәртебеге қол жеткізеді. Құдси хадисте Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алла Тағала айтады: "Құлым мен жайлы қалай ойласа, сондаймын. Ол мені еске алса, онымен біргемін. Құлым мені жеке еске алса, оны жеке еске аламын. Егер мені жамағаттың арасында еске алса, мен оны одан қайырлы болған жамағат арасында еске аламын." Яғни өзіне жақын болған періштелер арасында. Алланы жиі еске алу арқылы адамның жаны жадырап, оған деген махаббат артып, жүрегі жай табады. Бұған дәлел Құран кәрімде: "Естеріңде болсын, Алланы еске алумен жүректер жай табады" деп баян етілген. Ал жүректің жай табуы бұл нағыз бақыт. Қандай да бір жиын болған кезде отбасыңмен, әріптестеріңмен, туысқандармен бас қосқанда, достардың отырыстарында болсын, үнемі Алланы еске алып, бәрін реттеуші де беруші екенін естен шығармаған абзал. Алла туралы айтылмаса, ондай жерлерге барудың, ондай отырыстарда отырудың қажеті де шамалы. Ал егер аяттар, хадис туралы ұнамсыз сөздер айтылатын болса, ол жақта отырудың өзі қиындау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Кімде-кім бір жиында отырса, ол жерде Алланы еске алмаса, қиямет күні қайғы, өкініште болады" деген. Жақсы, онда мен не істеуім керек дерсің? Қандай да бір жерде болып қалсаңыз, шама келгенше жақсылықты айтып отырыңыз. Адамдарға Алла, дін туралы дұрыс пікір қалыптастырыңыз. Себебі дін түзелмей, мін түзелмейді. Елдің түзу болуы дінінің түзу болуымен, дінінің түзу болуы ділінің таза болуымен емес пе? Пендешілікпен жаратқанды естен шығарып, жеткен жетістіктерге өз күшімізбен жеткендей масайрап қаламыз кейде. Дегенмен Құдайсыз қурайдың да сынбайтынын іштей білеміз. Сол үшін әрқашан бір-бірімізге күнделікті Алладан кешірім сұраудың артықшылығын, намаздың, Алланы еске алудың пайдалары туралы, ата-анаға жақсы қарым-қатынаста болудың маңызы турасында айтып, ескертіп отырғанымыз жақсы. Ескертуде пайда бар. Атақты ғалым Хасан әл-Басри, оған Алла разы болсын, жақсылықты үш нәрседен іздеңдер: намаздан, Алланы еске алудан және Құраннан. Егер осылардан рахат тапсаңдар, онда иманды игергендерің. Ал егер олай болмаса, онда сендерге есік жабық. Себебін басқадан іздеңдер деген.
Шын мәнінде жүректегі иманымызды күшейту әркімнің өз қолында. Тек жалқаулыққа бой алдырмай, дүниенің қызығына алданып қалмаған абзал. Алланы жиі еске алуды әдетке айналдырайық. Бүгін өзіңізді сынап көріңіз. Қаншалықты еске алып жүр екенсіз? Барша мұсылмандар жақсы амалдарымен Алланың назарында ілінуін тілеймін. Есен болыңыздар. Алла тағаланың сіздерге мейірімі мен берекесі болсын.